Европа одағына мүшелік ету ұмтылысында Түркияға жақтаушысы, қолдаушысы болған Ұлыбритания еді деп айтқан болатынмын. Не үшін? Неге? Тарих бойына аралдық британдықтар континентальды европалықтармен даулас, жаулас, бәсекелес болатын. Арада болған соғыстарда француздар да, испандықтар да жеңілістерге ұшырап, сол жеңілістердің ізі әлі өшірілген жоқ. Француздар мен испандықтардың намыстарын қоздыра беріп. Ол Гибралтар испандықтарға тиесілі, бірақ британдықтардың басқаруындағы, және Францияға тиесілі Норманд аралдары британдықтардың иелігінде. Өткен дәуірдің жарасы жазылмағандықтан ба, Франция мен Испан және Ирландия мен Грекия британдықтарға әлі де қасты. Бірақ дипломатия пердесімен жамылып, іштегіні көрсетпейді. Британдықтар да жасырын есебін қайтаруда. Бұлардың ұстанымы Европаға не бәле, Британияға сонысы окей. Мұсылманды азиялық Түркия христиандық Европа мүшесі болғысы келе ме? Дұрыс-ақ болсын. Ежелден жаулас мұсылмандар мен христиандар бір шаңырақ астында топтасып алса, қырылыстармен күндері өтіп, басқасына не күші, не уақыты жетпей, өздерімен болады. Грузия, Армен, Азербайжан үшін Европа, Ресей, Иран, Түркия тартыса ма? Тамаша, тартыссын. Украина үшін, ал енді Беларусь үшін Ресей мен Европа ашуланысып қалды ма? Керемет. Әйтпесе Ресейді Европа бірлестігіне тарта, Европа Тынық мұхитына дейін созылмақшы еді ғой. Енді ол жоспар жүзеге асырылмас болды. Франция, Германия, Италия Ресеймен татуласпақ болса, Ресеймен шекаралас Польша, Украина, Литва татуластыққа өлердей қарсы. Ендеше, осы елдер арқылы Европа мен Ресейге қарсы саяси ойын неғып ойнамасқа. Әсіресе Польшаның ұмтылысы, жоспары Ұлыбританияға ұнамды. Ол нендей жоспар, нендей ұмтылыс? Ол жайында кезекті видеода айтылады. Күтіңіз.